Армысыздар қымбатты тыңдарман. Арнамда жаңа әңгіме. Соңына дейін тыңдап өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер. Алдын ала рахмет. Ененің жан айқайы. Амансың ба? Інім, қалың қалай деп жазыпты алматылық бір апамыз. Мұндағы 40 000 адамнан қалымды сұрайтындар көп қой. Ондайларға иә, жақсы, өзіңіз қалайсыз деп қоя салатынмын. Бұл апамызды да көптің бірі деп мән бермегенмін. Сөйтсем бұл кісі маған тағы да жазып, інім, ішімдегі күйікті кімге айтарымды білмеймін. Бірер жылдан бері сен баланы оқып жүрген соң жақын тартып тұрмын. Сол үшін өзіңе айтсам ба деймін деп қалды. Мұндайда не дейін? Әйтеуір қазағымның басында проблема көп қой. Мына заманда жетісіп жүрген кім бар дейсің? Сол күні Алматыға келсең хабарлас інім деген апамыз әрі қарайда біраз жазды. Қысқасы, сөз түсінбейтін ақымақ емеспін. Әңгіменің сарыны әу бастан-ақ белгілі еді. Сонымен, мен өзім мына қаланың маңайынан болам. Осында оқып, онан жұмыс деп жүріп, тұрмысқа кеш шықтым. Нақтырақ айтсам, 31 жасымда жолым болып байға тидім. Әрі қарай күйеуім екеуміздің пәтерде тұрған күндеріміз басталды. Онан әупірем деп жүріп жалғыз ұл дүниеге әкелдім. Ақымақ басым, осыдан кейін тағы да балалы болуды ойламаппын. Құдай маған торсықтай қып бір ұл берген соң, жұмыс, үй, бала шаға деп жүре бермеймін бе? Арадан біраз жылдар өтті. Жалғызым есейіп жігіт болды. 22 жасында атой салып үйлендіріп, дүркіретіп тойын жасадық. 3 жылдан кейін қыз немерем дүниеге келді. Бұл деген нағыз бақыт, алайда бақыт дегенім ұзаққа бармады. 31 жасымда тапқан күйеуім аяқ астынан көлік апатынан қайтып, қу басымды құшақтап жалғыз қалдым. Жасым 50-ді еңсеріп тастады. Қыз немерем бар, сонымен әуре болып жүріп, құшағыма бастым. Балабақшасына апарамын, әкелемін. Өйткені жұмысқа кетсем, соған сәйкес болды. Яғни, жұмыс жолымен бір болды. Ал ұлым болса бақтада. Келінім осындағы кондитерлік өнім шығаратын цехта жұмыста. Бір жағынан қарағанда 50-ден кеткен әже. Келін, немере, жалғыз болса ұл бар. Бақыты көрінбей ме? Жоқ, айналайын. Бақыт дегеннің мына маған арман болды. Тіпті 3 құса боп өлейін деп жүрмін. Сен менен неге деп сұрамашы, інім, деген апамыз еңкілдеп жылап жіберді. Менің қолымнан не келеді? Не айтайын? Әйтеуір апамның басында бір сұмдықтың барын әу бастақ білдім ғой. Апам бірақ біразға дейін үнсіз қалды. Сол үнсіздікті мен өзім бұздым. Апа, мен мына Алтын Ордаға қарсы Алмасети тұрғын үйінде тұрам. Егер уақытыңыз болса келіңіз, шәй басында отырып жалғастырамыз дедім. Көрем ғой інім, деген апам онан әрі ештеңе айтпады. Сөйтіп жүргенде арадан бірнеше күн тағы өтті. Бұл апам менің ойымнан шықпай жүрген. Бір күні қоңырау соғып, мекен жайымды сұрады. Осылайша оқырман апамен үйімде кездестім. Қысқасы, әңгіме әдемі келінді екен. Бір күні, дейді апам, түн қараңғыда қызымды шомылдырып, ертеңгі бақшасына дайындап жатқанмын. Әлдекімнен телефон сөйлескен келінім киінді де сыртқа шығып кетті. Ойымда ештеңе жоқ қой. Сол күні қайда барса деп сұрамаппын. Есесіне 3 жастағы қызымды құшақтай ұйықтап қалдым. Содан таңертең тұрып қарасам, келінім киімінде шешпеген, төсегінде талтайып ұйықтап жатыр. Бөлменің ішін ішімдіктің иісі алып кетті. Жүрегім әлде бір сұмдықты сезгендей дүрсілдей берді. Содан ұрлана басып жақындасам, шидей мойындарын қанталап тістеп тастапты. Қалай деуші еді, әлгі засос дейме сондай, інім. Осыдан кейін біздің үйдің берекесі кетті. Құдай-ау,
Ол аз десең бір күні тағы да сұмдық болды. Түн ішінде оянып кетсем, келіннің бөлмесінде сыбырласқан дыбыстар шығып жатыр. Аяғымның ұшымен барып қарасам, тырдай жалаңаш бір еркек отыр. Оның мүшесін менің келінім сипап отыр дейді. Мұндайда арсыздық бола ма деп мен де шошып кеттім. Момын деп басына береме, апамыздың жуас екені көрініп тұр. Әй ақымақ қатын, бұл сенің некелі күйеуіңнің анасы емес пе? Құдайдан қорықпайсың ба, арсыз неме? Айта кетейін, мен классик жазушы емеспін. Мен жай ғана әуесқоймын. Әңгіме жазу хоббиім. Әр тиынымды табатын наным. Оқырмандар ақылы каналыма тіркеліп оқиды. Менің табысым сол ғана. Ал енді маған қаншама оқырман хаттар келеді. Осы күнге дейін мыңдаған хаттар алдым десем өтірік емес. Алайда енесінің үстінен ойнасына келген ақымақ қатынды алғаш естуім. Мұныңыз енді әні бір жас келіншектің атам қырындап қоймай жүр, балам жоқта болайықшы деп айтты дегеніне асып түсті. Ол ақымақ атаны да мақтамаймын. Бірақ келін соған шай, сай шығар. Өзінен немесе көзінен бірдеңке көрген шығар. Әйтпесе қайната келінге сөз салып қипақтай ма? Жоқ, келінді жамандап атасын ақтап болу ойымда жоқ. Ол нағыз арсыз еркек. Ол заманда бұл заман қайнатасы келіне сөз салып жүр екен дегеніңіз сұмдық. Өкінішке орай мұндайлар бар дейін, ақиқат осы болсын. Анау азғын ата мен арсыз келін хикаясы соған дәлел. Ал мынанікі тіпті сорақы ғой. Құшуыңды үйіңе шақырып қандырасың ба? Өліп бара жатсаң әрек кетпейсің бе? Жалпы осы әрек дегенім де дұрыс емес. Байы бар қатынның ойына басқа еркек кірмеу керек. Кірді ме? Ендеше ол қатын емес. Осы күні өз байын өзгенің байымен салыстырып ұшынып жүрген келіндер жоқ емес. Көзге шөп салып, қалыпты жағдайға айналып барады. Айтқандай, ойнастық жасап ұсталып қалған қатынның 5 сылтауы болады. Ішті дейді, шекті дейді, ұрды соқты дейді, көңіл бөлмеді дейді. Тым болмаса жалқау жатып шер. Тағдырдың тауқыметінен жалғыз жүгіріп шаршадым, содан жүрдім дейді. Мұның сорақысы сол, оларды қолдайтындар шыға келеді. Байы алқаш, көңіл бөлмеген, өйткен бүйткен деп ақтап бастайды. Алайда ол сорлылар некеден шығып барып, басқа некемен жасау керек екен бе? Яғни байыңның ажырасып, сол еркекке тиіп, сонан соң төсекке жату керек екен білмейді. Жоқ, біледі. Байым білмей қалады деп жүре береді. Бірақ айна күнде емес, күндердің күнінде сынады деген бар. Сөз бар. Бұл сөздер жай ғана арты ашылғанда өзін ақтап алу үшін айтатын қатынның жаттанды сөздер ғана. Өйткені қолға түскенше байына шағымы болмайды. Үндемей жүре береді. Ал қолға түскен күні осындай шағымдар басталады. Сонымен апа, айта беріңіз дедім, үстел басына жеткенде. Бала ше? Деген апам ұлымды көзімен ымдап көрсетті. Ұлым спортына кеткелі жатыр деп шай құйдым. Сол аралықта балам бара жатты. Апам әңгімесін қайта жалғастырды. Сол түні сөйлеспекші болғанмын. Содан таңертең жұмысқа кетіп кешке келдім де есіктен кіргеннен айқайға басып, түнгі еркек кім деп бақырып бердім. Не жұмысың бар деді келінім. Негізі келініммен мұнан бұрын кикілжің болған, бірақ көп емес. 2 рет сөзге келгеміз. Мынау едінді 3-ші рет болып тұр. Түндегі еркек кім деп сұрап тұрмын сенен деп айқайладым. Ол менің досым. Онымен шатағың болмасын дейді. Қалай шатағың болмайды? Сен менің баламның қатыны емессің бе? Сенің байың бар емес пе? Мам, қажет деп тапсаң, сол балаңа айт. Бірақ есінде болсын, егер де мен ажырасып кетсем, балаң қатынсыз қалады деп шәң кетті.
Мұндай сөзден соң басымды ұстап отыра кеттім. Ал керек болса балаң айт дейді. Мен тастап кетем, қатынсыз қалады деді. Ол не дегені? Балама айтамын десем, мына қатын қорқама десем, мұндайда намысты еркектер жүргіш қатынды өлтіріп тастамай ма? Олай болса жалғыз ұлым түрменің түрінде шірімей ме? Енді қайтсем екен? Мен бейбақ осылайша жылап жүргенімде ұлымның бақтадан келетін уақыты болды. Ал келінімнің көңілі көтеріңкі, өткендегі үшін ойланбайды да. Байым келеді деп сыр жүгіріп жүр. Негізі Бақтабек деген осы ғой. Ұлым досы екеуі кезек-кезек барып кеп жүрді. Осы жұмысқа оны досы тартқан. Әйтпесе, сен менің жалғыз ұлымсың. Мамандығың бойынша жұмысың бар ғой. Бақта дегенді қойшы балам деп ақыл айтқанмын. Ой, мам, мына жерде бір ай жүріп 200 мың әрең алам. Бақтаның ақшасы көп, миллион береді деген. Миллионы құрсын, керегі жоқ десем де қоймай кетіп отырды. Содан міне 3 жылдан бері барып кеп жүр. Айына миллионнан асырып ақша келеді. Онысы рас. Сол жұмысқа тұру үшін миллион кредит алып төлеп келген. Сорын ғой. Бармағымды тістеп әрең жүрдім. Мына қатында қайғы жоқ, мұң жоқ. Баласына айтып қояды деп тіпті қымсынбайды да. Сонда бұл қалай болғаны? Балам келді. Мен бейбақ ештеңе айта алмадым. Біраз ақшаны қатынның қолына ұстатса, біразын маған берген ұлым келініммен қыдырып кетті. Оның өмірі осы. Бақтадан келсе келінімді ертіп қаңғып кетеді. Үйге де түнемейтін кездері болып тұрады. Мен сорлы жалғызымды аяймын. Зарлап жатып жылап далам. Көзімнің жасы құрғамайды. Сөйтіп жүргенде бір ай өте шықты. Ұлым жұмысына кетті. Үйде келін екеуміз қалғанда өзімді бастадым. Келінжан, тым жақсы отбасың бар. Табысты күйеуің бар. Әп-әдемі қызың бар. Ешкім білмей тұрғанда тоқта дедім. Мам, сіз біздің өмірімізге араласпаңыз деп алған бетінен қайтпады. Мұндайда не айтайын? Бақырып жылағаннан басқа қолымнан не келеді? Осы келгенде балама айтамын, көрерсің деп еңкілдеп отырмын. Келінім оны тыңдамады. Мырс етті де душқа кіріп кетті. Ал енді сол түні бөтен еркек тағы келді. Үлкен қолда әрі-бері теңселіп жүріп, бәрін естім. Кәдімгі ақ төсектегі қып-қызыл майда болып жатыр, білмеймін. Сол есікке 10 рет барып қайттым. Жүрегім езіліп барады. Көзімнің жасы көл болды. Жоқ, бұлай болмайды. Мұндай қорлыққа төзудің керегі жоқ. Не қолыңда өлем, не өлтірем. Атылып барып есікті итеріп кеп жібердім. Ішінен ілінген екен, ашыла қоймады. Екінші рет барып денемнің салмағымен итердім. Ілгіші қисайып жұлынып кетті. Сөйтсем әлгі еркек жапқыштың астына сүңгіп үлгерді. Есік маңындағы қабырғаны сипап, жарықты қосып қалдым. Тырдай жалаңаш келінім тұра ұмтылды. Мен әлгі сүмелектің үстіндегі жапқышын тартып үлгердім. 40 қабаттай оранып, басын бүркеп алғам. Кім екен тани алмадым. Қолынан келген ашық құйрығына бір түйіп үлгергенім болды. Әрі қарай жағыма жармасқан келінім айқаса кетті. Сол түні осындай сұмдық болды інім дейді. Сұмдығына сұмдық қой бол деген. Барып тұрған азғындық. Ененің көзінше бөтен еркекпен жатқан келіннен не үміт бар? Мұндайлардың тұқымын көбейтпей құрту керек. Сонан соң не болды? Деп сұрадым. Не болушы еді? Келініме бұл үйреншікті әдетке айналды. Онан соң кім келеді, кім кетті? Мен де қарамайтын болдым. Қарайтындай нем бар? Жалғыз ұлымның қатынына көңілім қалды. Ұлым болса бір ай жұмыста болса, бір ай үйде болып жүре берді. Сөйтіп жүргенде арадан тағы 6 ай өтті. Келінім көтеріп 2 қабат болды. Қан аз деді ме? Әлде қан қысымы төмен деді ме? Әйтеуір тіркеуге қойып емханаға жатты. Қайтейін, баланы кімнен көтергенін білсем де, өз-өзімді жұбатып соңына бардым. Сол жерде ұлымның досы Дәулетті көрдім. Өзім қалайсыз апа деп келіп
амандасып жатыр. Сонда ғана мен бейбақ бірдеңке байқағандай болдым. Өткендегі жалаңаш деген осыған ұқсайды. Сол түнгі бөтен еркек ұлымның досы Дәулет болмаса игі еді. Бұл екеуі мектептен бірге жүрген достар ғой. Бұлар менің көз алдыма бірге ойнаған. «Әй Дәулет, сен мұнда неғып жүрсің?» деп сұрадым. «Асик хабар ал» деп қоңырау соқты деді. «Сен осы ағаттық жасап жүрген болма балам» деп дүрсе қоя бердім. «О не дегеніңіз апау?» деген бала басын қасып түсінбей қалды. «Жә балам, қоя берші» деп өте шықтым. Өте шықпай қайтейін, нақты дәлелім жоқ қой. Менікі осы емес пе деген күмән қана. Қысқасы келіннің қылығы қатты тиді. Жиі-жиі ауырып қалатынды шығарды. Анау Дәулеттен көрейін десем, ол маған Асик хабар ал деп айтты дейді. Араларында бірдеңке болса айтайын ба? Бәлкім менің ұлым білмейтін шығар. Осыдан шықсын, шырақ алып тұрып соңына түсем. Қысқасы бүйрегім деп бұлаңдап жатқан келінім бір айда шықты. Өзім айтқандай соңынан қалмай аңди бастадым. Келінімді аңдығанда қайтем? Өз саусағымды өсім шабайын ба? Шымыр басты пенде болған соң оған да көндім. Өйткені ұлым білмесе болды деп жылы жаба салғым келді. Бірақ соңына түсіп аңдып көрсем, әлгі еркектің кім екенін білсем деген ой көкейіме кіріп жатты. Мүмкін келінімнен аулақ жүр, байы бар десем, аяғын тартып кете қойса деген үміт жоқ емес. Мұндайда түрлі жағдай болмай ма? Келінім оған байым жоқ деген болса ше? Құдай-ау, алдап соғып 5 байға тиіп жатқан келіншекті көрдік қой. Барған үйін тонап, қолға ілгенді жымқырып кеткен қыздарда баршылық. Мына заманда ештеңеге таң қалмайтын болдық емес пе? Осылайша күндер зулап өте берді. Таң атады, кеш батады. Күндегіміз осы. Сөйтіп жүріп бір күні сыланып сипанған келінім киіне бастады. Ұлым болса бақтадағы жұмысына кеткен, үйде жоқ еді. «Қайда барасың?» деп сұрадым. «Коллективпен отырысымыз бар» дейді. «Байың жоқта бармай-ақ қойсаң болмай ма?» дедім. Айнаға қарап шашын тарап тұрған келінім көзі аларып бір қарады, бірақ үндемей қоя салды. Не айтайын, көздері от шашып аларып тұр. Бірдеңке десем жағама шармасып кетуге дайын. Сөзді көбейтпей аяғымды сылтып басып шығып бара жаттым. Онан кеп қызының тамағын ішкізген болдым. Тұла бойына барынша иіс су құйған келінім туплейін тықылдатып кете барды. Тап осы жерде мені сөгіп жерден алып жерге салатындар табылар. Қандай сорлы қатын дейтіндер де табылар. Шашын жұлып қуып шықпай дейтіндер де табылар. Алайда олардың бәрі өзім сияқтылы пенделер ғой. Аузы бос адамдар айта береді. Айтсын, айта берсін, тек басына бермесін деп тілесін. Егер тап осындай жағдай бастарыңда болып жатса, түк те істей алмайсың. Қолыңнан ештеңе келмейді. Айтсаң ұрып соғып, жазып қылса, жалғыз балаң сотталып кетуі мүмкін. Қатын кетсе немереңнен тағы айырыласың. Мұндайда бір жағың құз, екінші жағың мұз болады. Оның үстіне ұлыңа айтсаң айта бер, мен кетсем жалғыз балаң қатынсыз қалады дейді. Сонда бұл сөзді неге айтты екен? Әлде менің жалғызымның жорыққа шығатын жағдайы жоқ па? Ондайда мүлдем ойлағым келмейді. Сол күні жылап-жылап жатып қалдым. 3 жастағы немерем қайта-қайта жұбатып әлек. Білдірмейінмін деймін ғой. Бірақ солқылдап жатқан әжесін шыр айналып жүгіріп жүр. Әжеу, сізге кім тиді дейді басымнан сипап. Онан әже папаға айтыңызшы, жанын шығарсын дейді. Әрине, маған тиген адамды айтып отыр. Осының бәріне анасы кінәлі екенін бұл балапан білмейді ғой. Содан не болса да Әліптің артын бағайын деп біраз жүрдім. Аптаның соңында менің келінім тағы киінді. Оған шыдамаған мен сорлы барып тағы да сұрадым. Қайда барасың? Құрбымның үйіне барамын дейді. Қай құрбыңның үйіне дедім. Гүлжанның үйіне деді де шығып кетті. Немеремді ертіп алып соңына түстім. Біздің үй үлкен жолға дейін біраз жер. Көп қабатты үйлердің арасымен шығады.
Көз ұшында кетіп бара жатқан келінімнің соңынан еріп отырдым. Әне-міне дегенше үлкен жолдың бойына шығып, телефонына қарады. Одан әрі-бері теңселіп біраз жүрді. Кенеттен аппақ көлік келіп тоқтай қалғанда, есігін ашқан келінім жан-жағына қарап зып берді. Жалпы деймін, мына қатынды аңдып не қыламын деймін да, мен мұны бөтен еркекпен өз үйімде көрдім ғой. Жағама жабысып сол еркекті көрсетпей қойды. Мұның жүріс жасап жүргені өтірік емес. Ұлым келгенде ас түсіне түсіп, бір ай жорғалайды. Ұлым кеткен соң мына еркек пайда болады. Содан апта бір-екі рет түн жарылып қайтты. Осы күні мұндай жүріс жасап жүрген қатындар көп. Біреуді қайтейін, соның бірі өзімнің келінім болып шықты. Бұл сол күні түн жардан ауа келді. Есіктің сықыры мен аяқ дыбысын естіп жаттым. Ал енді ертесіне нағыз шайқас басталды. Қызымды бақшасына тастап келіп, жатын бөлмесіне кірдім. Тырдай жалаңаш келінім ұйқыны сойып жатыр. Ей келім, сенің мына жүрісің болмайды деп жақындай бердім. Көзін сықырайтып ашқан келінім теріс айналып жата берді. Мұндайда ашуың келе ме? Айқайлап бердім. Сен қатынға менің баламның ақшасы ғана керек екен деп бақырдым. Оны тыңдасын ба? Жұқа жапқышын жамылған келінім тұрып, душқа кіріп кетті. Сонан соң барып тағы біраз сөз айттым. Тіпті есігін тықылдатып тұрып айттым. Алайда жүргіш келінме ешқандай жауап болмады. Қайтейін, сонан соң өз бөлмеме келіп, бақырып жылағаннан басқа амалым қалмады. Болды. Бір кезде душты сылдырлатқан келінім жуынып болды. Онан өз бөлмесіне кіріп шашын құрғатты. Онан соң ас бөлмеге барып, кесе шайнекті сықырлатты. Қарны ашқан шығар, албастының деп жата бердім. Расау, балам жалақысынан бөлек табыс табады. Білуімше қосымша жағармай сататын көрінеді. Ондайларды қосқанда әкелетін ақшасы миллионнан асып жығылады. Әлгі Дәулет деген досы екеуі бір көлік жүргізеді. Сөйтіп кезектесіп бақтағы кетіп отырды. Мына қатын соның арқасында шалқып жүреді. Құдай-ау, сондай байдан айналып кетпейсің бе, сен сұмырай. Сол күні өз жайын өзі ішкен келінім кешке дейін томсырайып жүрді де қойды. Кіреді, шығады, біреумен сөйлеседі, әйтеуір тыным таппайды. Және де қолынан телефон түспейді. Мүмкін мені баласына айтып қояр деп қорықса керек. Алайда түн жарына ауғанда менің бөлмемнің есігін сығалаған келінім басымды көтергенімді көріп, келіңізші деп сыбырлады. Өзі шақырып тұрса бармай ше. Тұрып қолға шықтым. Қыз ұйықтады ма деп сұрады. Ұйықтады, не айтпақшы едің деп міңгірледім. Сондағы келінімнің асек жарамсыз деген сөзді төбемнен жай түсірді. Кәдімгідей шошып кетіп жағамды ұстадым. Ол аз дегеніңіз өзі біледі, бірақ сіз оған айтпай-ақ қойыңыз деді. Ей келін, мен бірдеңе түсінбей тұрмын деп тілімді шайнап әрең сұрадым. Рас, өзі жарамсыз болған соң мен жүрмін дейді. Сонда кіммен жүрсің деп айтпай қойды. Осыдан кейін менің өмірімнің тасталқаны шықты. Бірақ неге балама айтпауым керек деген сұрақ көкейімде қалып, соны сұрадым. Мамам білмей-ақ қойсын. Үшеуміздің арамызда қалсын деп өтініш жасаған өзі ғой деді. Ойбай келінжан, үшеуміз деген үшіншің кім деп сұрадым. Өткенде өзіңіз көрген жігіт, бірақ оның кім екенін сіз сұрамаңыз. Мен айтпай-ақ қояйын деп келінім орнынан тұрып кетті. Осылайша менің шаруам бітті. Басым мең-зең күйде 5 жыл әріге барып қайттым. Құдай-ау деймін. Мыналар үйленгенде екеу бірдей емханаға барып жүргендерін білем. Келінде құрсақ көтермей 3 жылдай жүріп алды. Содан бір күні, ей балам, келінде құрсақ көтермейді ғой десем, ой мам, жақында көрініп қалар деген ұлым қалыңшығыңдап құтылған. Мен сорлы енді ғана бірдеңені түсінген деймін. Сол кездері менің ұлым бәрін келінге жауып жүрген соң. Бір күні келініме қолқа салып, келінжан, доғдырлар не деп жатыр, айтшы. Білесің ғой,
Сен менің жалғыз ұлымның жарысың. Маған иіскеп жататын немере керек дегенмін. Сонда келіннің өкпелегенде білмеймін. Ашуланғанда білмеймін. Үндемей орнынан тұрып кеткен. Сонда менің балам мені алдап келген бе? Келінімнің қаймақтай жүруіне қарағанда баламда кінәрат бар сияқты. Құдай-ау, ол пәле емделмей ме? Қазіргі медицина қауқарсыз емес дейді. Тым болмаса ота жасап, орнына келтіреді деп жазыпты. Бірақ, тоқташы қане. Мен бейбақ осыдан кейін шынымен де ойлана бастадым. Келінім рас айтып отыр ма осы?